өзі ұры, өзі қарақшы, халыққа имандылық туралы әңгіме айтатын. Өзі албасты, екі аяқты шайтан, бірақ халыққа дін, уағыз жүргізетін. Неше түрлі сұмдық, сұрқия өзі қазақ қоғамында қаптап кетті. Мынау менің ұстазым бар, ұстазымыз бәріміздің, еліміздің ұстазы ғой, ол Әбдіжаппар ұстазымыз бар ғой. Сол кісі керемет дұға жасайтын. Дұға жасаған кезінде тыңдап отырадымыз ғой қасында. Сонда айтады: "Я Алла, елімізге, мына мұсылмандарға зиян беріп жатқандар қарасай не дейді?" Біріншісі. Елбасымыз Қазақстанның тұғырын құрды. Елбасымыз қандай армандаған болса, артығымен бер Тәңірім. Елбасымыздың отбасы кеп отыр Тәңірім. Бұлардың ынтымақтарын берік қыл, рызқыларын кең қыл, мерейлерін биік қыл Раббым. Жүректеріне қандай армандар болса, артығымен берген.